Ел аузында қуыршақша аталып кеткен Анатолий Москвин. Оның гаражынан 26 бүлдіршіннің мумияға айналған мәйіттері табылған. Беделді ғалым, ұстаз, өлкетанушы әрі жазушы. 13 тілде еркін сөйлейтін полиглот, ескі зираттардың тарихын зерттейтін болған. 2011 жылдың қазан айында газеттердің бірінде оның моңғол татар басқыншылығы жайлы тарихи мақаласы жарық көрді. Аталмыш мақаладағы татарлар орыс әйелдерін жаппай зорлаған деген тұжырымы үшін татар белсенділері оны сотқа береді. Нәтижесінде осы жайтқа байланысты үстінен іс қозғалып, сақшылар оның пәтеріне тінту жүргізуге келген. Алайда сақшылар сұмдыққа тап болады. Оның гаражынан 26 адамның мумияға айналған мәйіттері табылған. Жастары 10-15 шамасындағы қыздар. Бәрін кішкентай қуыршақ секілді киіндіріп тастаған екен. Анықталғандай, Москвин мәйіттерді зираттан қазып алатын болыпты. Сосын олардың ішкі органдарын алып тастап, шүберекпен матаға толтыратын, ал беттеріне балауыз құйып тастайтын болған. Сөйтіп олармен бірге шай ішіп, әңгімелесетін болыпты. Айтуынша, мұндай қадамға амалсыздан барған екен. Қыздың әкесі болуды армандаған ол ешкіммен қарым-қатынас құра алмапты. Мінезі тұйық болғандықтан қыз келіншектер қарамайтын болған. Нәтижесінде ол әке болудың жалғыз жолын тауыпты. Жаңа жерленген кішкентай қыздардың мәйіттерін қазып алып, мумияға айналдыруға көшеді. Осылайша 10 жылда 26 бүлдіршіннің мүрдесін жинаған. Десек те, Анатолий Москвин жауапқа тартылған жоқ. Сот шешімімен оның ақыл есінде ақау бар деп танылып, психиатриялық емханаға тоғытылды. Сот барысында ол жәбірленуші ата-аналардан кешірім сұраудан бас тартты. Айтуынша, марқұмдардың ата-аналары оған алғыс айтулары керек. Себебі ол марқұм қыздарға екінші өмір сыйлаған. Егер жұмысым ұнаса, болашақта шығатын видеоларды өткізіп алғыңыз келмесе, парақшама жазылып қойыңыз.